іздеп келді дейсің ба? Солар келеді да амандаспайды ғой, өзі бүйтіп жүреді ғой бір анау. Келмей жатып звезда болып жатыр да. Мен тәртіпсіз демегенде не? Воспитание жоқ жерде не үшін отырасыздар, ол жерде дым түсінбеймін дейді. Енді ол жерде не үшін отырасың деген, ол махаббатын адам отыруға болады. Сіз жобадан шықтыңыз ба дейді. Оны шешеді оны. Кім шығатын? Кім көп не береді, дауыс береді халық. Сол адам қалады. Кеше айтты ғой енді. Сол жерде Айдана ғана адамгершілігі бар қыз бәрін сыйлайды дейді. Иә, дұрыс айтасың. Қосылай өтірік пе сонда дейді. Несі өтірік? Өтірік емес. Несі өтірік оның? Өтірік емес. Успокойтесь уже дейді. Ұлбосын ханым, сіз квартира жалдап тұрасыз ба дейді. Иә, квартира жалдап тұрам. Мен жай қарапайым әйелмін. Квартира, ел қатарлы квартира жалдап тұрам. Оны мен оған намыстанбаймын. Екі баламды асырап бағып жүрген жалғыз басты жесір әйелмін. Квартирада тұрам. Ода тұрған не бар екен? Квартирада тұрсам. Неадекватная. Да, неадекватная. Қалайсыз дейді. Жақсы. Қалыңыз қалай дейді. Жақсы қалың. Жаман пікір мұнда жастар екен. Кішкентай қыздар. Иә, сіз шынымен де айттыңыз ба, оған сал солай деп, что-то оған сенбеймін. Конечно, енді сен мені айтып отырсың, что-то сенбеймін деп. Конечно, енді мен жынды емеспін ғой оған сал деп. Мен өзімді мазақ қылып, миллион халыққа мазақ қылып істемейтін шығармын. Енді ден дұрыс адам ойлайды соны. Ол болсын ханым, есі дұрыс емес болмаса өзін мазақтап сал деп айтпайтын шығар деп ойлайтын шығар адамдар, ден дұрыс адамдар. Мен ондай жынды емеспін ғой, сал мені деп айтады. Енді явно өтірік болып тұр ғой, өтірік айтып отырғаны явно ғой. Конечно, мен сал деген жоқпын оған. Мен жынды емеспін ғой оған сал деп айтатын. Ойлаңдаршы өздерің. Улусын ханым, вы решили вопрос или как? Нет, еще не решили. Квартира жалдап тұрасың ба дейді. Квартира жалдап тұрам. Ужас, вы же уже взрослая женщина. Как вы разговариваете? Вы нормально разговариваете, да, в жизни? Вообще не материтесь, не злитесь. Вы такая, ангел, даже ангел, да вы? Вот на этот вопрос ответьте мне. Вы ангел? В жизни вообще не злитесь, не материтесь, да? Не ругайтесь, ни с кем. Вы такая, да? Переживайте етпеңіз, нерв болып қаласыз ғой. И так та сол нерв болып кеше құладым ғой. Вам там делать нечего на этом шоу, я так думаю. Сәлеметсіз бе, Улусын ханым дейді. Сәлем. Тамақ істеп жеп алыңыз. Нерв қылады қазір сізді дейді. Иә, айтпа. Нерв қылады, точно нерв қылады. Вы не правы. Вы же взрослая женщина. Не надо так было делать.
Оставайтесь при своем мнении. Хорошо, Динара? Болсын ханым, дұрыс жасадыңыз. Шашым жұлған дұрыс. Циркте жануарлар таяқтың тәрбиеге салады дейді. Дұрыс айтасыз. Жобадан шығаруым керек дейді. Жасырмын демеліш мықтысыз ғой. Мықтысыз ғой дейді. Өте дұрыс жасадыңыз, орнына қою керек. Ондайларды сізді қолдаймын дейді. Қолдап атқандар көп. Рахмет сіздерге қолдап атқандарыңызға. Алла разы болсын. Онда бір болайыққа бармадым ба дейді. Қойшы, бір болайыңды айналайын. Бір болайың құрсын. Қалайсың дейді. Жақсы, дұрыс істедіңіз, молодец дейді. Сәлем, қалайсың дейді. Сәлем, жақсы. Болат, қалайсың дейді. Жақсы, шүкір Алла. Ужас, вообще жасыңызға сай емес. Да, болды. Сен ақ періште болып жүре берші. Микасың ба, кімсің? Сен ақ өмір бақи періште болып жүр да, сөйтті. Өлгеннен кейін жұмаққа бара ғой. Хорошо? Мика? Қорықпай дейді. Немеге қорқам? Кімнен қорқам мен? Бір Алладан қорқам. Баян Айдананың жігітіне деп көз салып жүр. Прям ойында айтқан Данияр ұнайды деп көреміз. Егеннің ортасына түседі. Баян сонда 200 адам Даниярды ұнатам деп отырған. Прям ойда. Бәрін ұнатады ол. Қай жігітке жабысарын білмей жүрген қыз. Қай жігітке жабысарын білмей жүрген қыз. Бәрін ұната береді ол. Надо было думать перед тем, как нападать. Можно же было решить эту проблему. Баянның түрі айтып тұрып сөйлейтін маған қатты екен дейді. Иә, Баян кешірім сұрау керек дейді. Енді шешілді ме проблемаларды істейтін? Шешіледі, пандемия шешіледі ғой, не болса да. Бәрі ақылды дейсің. Иә, бәрі ақылды ғой, бәрі ақылды. Бәрі періште ақылды ғой. Қаншадасыз дейді. 46-дамын. Маған ашулануға болмайды. Жас көрінесіз дейді. Рахмет. Баянның өзін тиісі де венера сияқты ғой дейді. Тісі де вампир сияқты ғой дейді. Жас екенсіз ғой дейді. Әрине жаспын ғой. Енді адам болғаннан кейін тісің түсіп қалады, шашың түсіп қалады, қолың сынып қалады. Әйтеуір бір нәрсе болады ғой өмірде, мысалы, иә. Сол менің астым ғой. Мына жерде екі тісім сынып кетті да. Енді соны салып береді ертең. Бүгін стоматологқа бардым, сөйлесіп кеттім. Мені бүгін салып береді, болды. Өмір дейді. Әрине өмір ғой. Әрине жаспын ғой, Әлі қайда 20 жастағы адамдарды білем, тісі жоқ. Иә, 20 жасында да тісі түсіп қалатын бар. Оған күлуге бола ма? Мысалы, болмайды ғой ондайға күлуге. Өзінің де тісі түсетін шығар бір күні.
оны күліп инстаграмға салудың қажетіне қанша? Мысалы, қарап отырсаң, адамның менің тісіме күліп салды ғой ол. Менің бір сөйлегеніме салған жоқ, ол тісіме бола салды. Үміткер күтесіз бе дейді. Күтемін әрине. Мен сол үшін отырмын ғой. Үміткер күтіп отырмын ғой. Басына келсін дейді. Кімнің басына не келсін? Қап-қара етіп бояп. Иә. Көрдің ғой, қап-қара етіп бояп, мазақтап. Енді ол дұрыс емес па? Дұрыс емес қой. Или дұрыс па? Мен оның мамасының жүрегін, ойбай, жүрегім деп инстаграмға сап қояйын онда. Мамам жүрегі ауырады дейді. Жылап. Сол мамасының жүрегін ауыртқан өзі шығар. Дұрыс емес. Әрине дұрыс емес. Кішкене ашуланып едім, міне. Тынысым тарылып жатыр. Ашулануға болмайтын сияқты ғой маған. Алып қалатын сияқты.